Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Мына 7 әдіспен сіз көзіңізді инфекциядан емдей аласыз. Видео басталмастан бұрын пайдалайк арнасына тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Көзге инфекция түскенде қышып, қызарып, жасаурап, іріңдеп белгі береді. Мұны дер кезінде емдемесе, ауру асқынады. Жоғарыдағы белгілер байқала бастағаннан-ақ дәрігерге тексерілуге асығыңыз. Ал одан бөлек үйде мына әдісті қолдану арқылы көзіңізді вирустардан қорғай аласыз. Алоэ 1:1 көлемде балғын алоэ шырыны мен қайнаған суды араластырыңыз. Дайын болған емдік сұйықтықты күніне 4-5 рет көзіңізге тамызасыз. Калонхоя шөбін сығып сөлін аласыз. Сосын 2 тамшыдан мұрныңызға тамызасыз. Ал балаларға қолданар алдында бірдей көлемде қайнаған сумен араластыруды ұмытпаңыз. Емді тәулігіне 1 рет қолдану керек. Түймедақ. 3 ас қасық кептірілген түймедақ ромашка гүлін 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Тура 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, мақтаны малып көзіңізге қоясыз. Таңғыш жылы болу керек. Емді күніне 2 рет ауруыңыздан жазылғанша жалғастырасыз. Шебір шөп. 1 шай қасық кептірілген шебір шөпті 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың бетін жауып, 30 минут тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды сүзіп алып, көзіңізді емдейсіз. Емді күніне 2 рет жасау керек. Шай. 1 шай стақан қайнаған суға 1 шай қасық құрғақ шай салып демдейсіз. Әбден қыздырылған кезде іріңдеген көзіңізді жуыңыз. Емді тәулігіне 4 рет жалғастыруға болады. Қырмызы гүл. 1 шай қасық кептірілген қырмызы гүлді 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың бетін жауып 30 минут тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны көзіңізге ем жасайсыз. Емді күніне 2 рет жасау керек. Аскөк. Аскөк лавр жапырағын және фенхель дәнін араластырыңыз. Оларды жақсылап үгітіп алыңыз. Оның 1 шай қасығын 1 стақан қайнаған суға демдейсіз. Шамамен 30 минуттан соң дайын болған сусынды сүзіп алып көзіңізге жуасыз. Кешке жататын кезде мақтаға малып алып көзіңізге басыңыз. Фурацилин. Фурацилин дәрісін ыстық суға салып ерітесіз. Жылыған кезде көзіңізді жуыңыз. Кез келген дәріханада сатылатын бұл сары дәрі өздеріңіз білетіндей антибиотик болып табылады. Құрметті көрермен, біздің арнадағы кез келген видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия ақпаратты күнделікті бөлісіп отыратын боламыз.